Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз гибридтеніп. Жалпы бізде органикалық химияда біз барлықтарымыз білеміз, бізде көміртек атомы 4 валентті. Мысалы, метан молекуласын алатын болсақ, көміртек бізде 4 валентті. Міне, қарап отырғандарыңыздай, көміртектің валенттілігі 4. Енді оның электрондық құрылысын еске түсірейік. Көміртек атомы бізде ядро заряды 6-ға тең, яғни реттік нөмірі 6, салыстырмалы атомдық массасы 12. Демек, ядро заряды плюс 6 және 6 электрон бар. 6 электрон бізде 2 қабатта орналасады. Бірінші қабатта 2 электрон, екінші қабатта 4 электрон орналасады. Енді электрондық конфигурациясын жазатын болсақ, бізде 1s теңгешеде 2 электрон орналасқан. Яғни 1s2. Келесі, бірінші қабатты біттік. Енді келесі екінші қабатта 2s пен 2p деңгейшелері ашылады. P деңгейшесі білеміз, 3 ұяшықтан құралады. S ұяшықта бізде 2 электрон, 2 жұптасқан, және P-да бізде қалған 2 электрон орналасады. Яғни осындай ретпен 2s2, 2p2. Енді қараймыз. Бізде соңғы қабатта, яғни мынау екінші қабатта бізде жұптаспаған электрондар саны 2 ғана. Демек, бұл оның 2 валенттілік көрсететінін білдіріп тұр. Ал біз айтқанымыздай, көміртек органикада 4 валентті. Демек, қараңыздар құрметті жолдастар, көміртек бізге қозған күйге өтеді. Қозған күй дегеніміз қандай? Енді бізде ол кезде ядро заряды мен электрондар саны өзгермейді. Тек қана олардың орналасуы өзгереді. Яғни 1s қабатта бізде ештеңе өзгермейді. Дәл сондай 1s2 болады. Өзгеріс бізде әрине екінші, яғни соңғы деңгейшеде өтеді. Соңғы деңгейшеде өтеді. Яғни қараңыздар, бізде осылай тұрды ғой. Енді бізде осы екінші қабаттағы S электрон бізде былай айтқанда екінші P деңгейшеге секіреді. Сол кезде бізде 2s1 және 2p3 болып қалады. Сонда бізде соңғы қабатта жұптаспаған электрондар саны бізде 4. Демек, бізде көміртек бұл кезекте 4 деген валенттілікті көрсетеді. Яғни, көміртек қарапайым күйде бізде 2 валентті болса, ол қозған күйінде 4 деген валенттілікті көрсетеді. Демек, біз жаңа айттық, көміртегі бізде органикалық қосылыстарда 4 валентті дедік. Қайтадан оның электрондық құрылысын жасайық. Яғни 2 плюс 6, 2 4. Соңғы қабаттың электрондық конфигурациясы 2s1 және 2p3. Яғни бұл бізде көміртегі органикалық химияда. Енді мысал ретінде біз метанды алайық. Қарапайым бізде алканның ең бірінші өкілі, ол бізде метан. Көріп отырғанымыздай, бізде көміртек 3 сутегі атомымен байланысқан. Енді біз сутегінің электрондық құрылысын қарастырайық. Сутегі бізде қарапайым, ядро заряды плюс 1 және 1 ғана электрон бар. Электрондық конфигурациясы 1s1. Яғни 1s теңгеше тек қана 1 электрон. Енді, демек қараңыздар, сутегіде 1 жұптаспаған электрон бар. Демек, оның валенттілігі бізде 1. Ал көміртегіде валенттілігі бізде 4. Сондықтан міне көміртегі бізде 4 сутегімен байланысып тұр. Енді қараңыздар, бізде байланысқан кезінде бізде көміртегінің атомдары
яғни көміртегі атомының электрондары, яғни бір s электрон және 3p электрон бізде әр сутегінің бір s электронымен байланысқа түседі. Енді осы процесс сипаттайды. Яғни көміртегі және сутегі, былай айтқанда, екеуінің бізде электрон бұлттары қабысады. Енді ең бірінші көміртегіде бір s электрон бар. Оның пішіні бізде шар тәріздес. Оның пішіні бізде шар тәріздес. Ал сутегінікі қарапайым, міне s, оныкі да шар тәріздес. Нәтижесінде бізде s пен s электрон бұлттарының қабысушы, яғни екі, былай айтқанда, шар бізде байланысқа түседі. Яғни осылай екеуі бір-бірімен қабысады. Яғни бізде көрейік, мынау электрон кетті уже, байланыс түзілген. Келесі, 2p деңгейшедегі бірінші электрон кетеді. Енді p электрон бұлтының формасы бізде гантель тәріздес. Гантель тәріздес бізде p электрон сутегінің s электронымен байланысқа түседі. S электрон шар тәріздес еді. Енді мұның пішіні бізде, яғни мынау бізде көміртегі атомының p электроны және бір сутегі. Яғни формасы осындай болады. Келесі, қалған мынаны біттік және бізде соңғы екі электрон қалды. Олардың да формалары бізде гантель тәріздес. Себебі олар да p электрондар. Олар да бізде сутегінің s электронымен байланысқа түседі. Сол кезде түзілетін бұлт, яғни p мен s электрондарының қабысуы жетеді. Яғни осындай дәрежеге жетеді. Сонда қараңыздар, бұл жерге аса қатты назар аударыңыздар. Бұл жер өте маңызды. Сонда бізде міне түзілген нәрселер, ол міне осылай төрт электрондардың бір-бірінің қабысуы нәтижесінде түзілген байланыстар. Сонда назар салыңыздар, мына жерде ең біріншісі бізде s электрондарының қабысуы, яғни ss. Ал қалған үшеуі бізде sp болып табылады. Демек, бұлардың бізде энергиялары әртүрлі. Демек, қараңыздар, мына жерде мысалы ss бізде мынау екі, былай айтқанда, көміртегі мен мынау сутегінің арасында ss қабысу болып қалуы мүмкін. Және бұл бізде байланыстың энергиясы кәдімгі sp-ның энергиясынан бізде төменірек болады. Яғни s пен s-тің байланысуы бізде кішірек болады энергиясы, s пен p-ның энергиясына қарағанда. Алайда бізде көміртек, яғни осы метанда бүкіл байланыстар энергиялары бірдей және тұрақты болып келеді. Демек, ешқандай ss, яғни бір ss пен 3 sp электрондар бізде өзара, былай айтқанда, байланыспайды. Яғни бұған түсінік беретін бізде гибридтену. Енді органикада бізде гибридтенудің негізгі үш түрі бар. Ең біріншісі sp3 гибридтену. Яғни біз көміртек атомының құрылысына қайтып алайық. Яғни соңғы қабаты бізде 2s1 және 2p3 электроннан тұрады. Яғни 1, 2, 3. Енді қараңыздар, біз жаңа айтқандай, бізде s электрон бұлтының пішіні бізде шар. Және 3 бізде, яғни p электроны бар, олардың формалары бізде гантель. Яғни қараңыздар, бұлар бізде өзара, бұлай айтқанда, қосылып гибридтенеді. Жалпы гибрид дегеніміз қарапайым өмірде қарасақ, мысалы қарапайым көліктерде бізде гибридті, бұлай айтқанда, қозғалтқыштар бар. Гибрид дегеніміз, яғни гибридті қозғалтқыш, ол бензинмен де жүреді
электронның қосындысы. Бұл жерде де бізде бір S пен 3P электрондарының қосындысы нәтижесінде түзілетін электрон бұлттар екен. Яғни қараңыздар, бізде гибридтенуге қанша 1S және 3P жалпы көлемде бізде 4 электрон қатысып тұр. Демек бізде гибридтелген 4 электрон бұлты түзіледі екен. Және бұл жерде қараңыздар, бүкілінің формалары және энергиялары бірдей. Яғни осындай 4 байқанда гибридтелген молекула бұлттары түзіледі екен. Енді бізде бұл шеттері бізде максималды түрде бір-бірінен алшақ орналасады кеңістікте. Енді бұл бізде sp3 гибридтенуге тән қасиет. Ондағы байланыс бұрышы бізде 109-28 градус екен. Яғни формасы бізде тетраэдр болып табылады. Формасы тетраэдр. Сонда қарастырсақ 1, 2, 3, 4. Формасы тетраэдр. Яғни ортасында көміртек атомы бізде. Ал шеттерінде бізде не орналасады? Әрине сутегі атомдары. Сутек атомдары демек осылай байланысады. Электрондардың энергиялары бізде бірдей. Яғни бұл бізде қарапайым метан молекуласы болып табылады. Яғни метан молекуласы бұл бізде қан және көміртек атомы бұнда sp3 гибридтелген, байланыс бұрышы 109-28 градус және кеңістік пішіні тетраэдр болып табылады. Келесі гибридтенудің түрі бізде sp2 гибридтену. Бұл кезде ең қарапайым өкілі бізде этен C2H4. Енді бұл жерде көріп отқанымыздай бізде екі көміртек атомы қатысады. Яғни бірінші және екінші көміртек атомдары. 1, 2. Бұл жерде енді 4 валентті дедік қой. Демек 2s1 және 2p3 екі көміртек атомында да. Келесі екіншісінде 2s1 және 2p3. Енді гибридтенудің аты бізде sp2 болғандықтан бізде демек әр көміртек атомынан бір s электрон және 2p электрон қатысады екен. Яғни 1s және 2p. Соны жалпы алғанда 3 деген сөз, 3 электрон қатысады екен. Демек бізде 3 гибридтелген электрон бұлттары пайда болады екен. Олардың бізде энергиялары барлығы бірдей. Сонда барлығы бір-бірінен бізде алшақ орналасатын болса, онда ол 120 градус болады. Яғни 120 градус бізде ол байланыстың бұрышы. 120 градус. Ал енді бізде гибридтенуге 1s пен 2p электрон қатысты. Яғни мысал 1s пен 2p электрон қатысты. Ал енді мынау бізде үшінші бізде p электроны бізде қатыспай қалды. Яғни олар бізде екі көміртек арасындағы пи байланысты түзеді екен. Мысалы міне мынау бізде этен болса, бізде s пен p электрондар осы жерде гибридтелген. Ол бізде сигма байланыстарды құрайды екен. Ал осы гибридтенуге қатыспаған p электрондар бізде пи байланыс түзеді екен. Осындай пи байланыс түзеді екен. Ол бізде кәдімгі сигма байланысқа қарағанда оның осы қос байланыстың ұзындығы бізде төменірек болып табылады. Келесі гибридтенудің соңғы түрі sp гибридтенуді қарастырайық.
Жалпы sp гибридтенудің атын өзі айтып тұр, иә. Бізде демек гибридтенуге бір s және бір p электрондары қатысады деген сөз. Ең қарапайым өкілі бізде C2H2 болып табылады. Яғни этин. Енді бұл кезде де бізде гибридтенуде екі көміртек атомдары қатысады. Құрылысы енді соңғы қабатының құрылысы 2s1 және 2p3. Екі көміртек атомында да. 1, 2, 3. Келесі көміртек атомы 2s1 және 2p3. Міне 4 валентті көміртек атомдары бізде дайын екен. Енді бір s және бір p электрон қатысады екен. Яғни мысалы мынаумен мына жердегі бірінші p электрон қатысады. Екінші көміртек атомында да дәл сондай. Бірінші мен екінші. Демек бір s қосылған бір p. Демек жалпы бізде екі электрон қатысып тұр. Бір s, бір p. Одан түзілетін бізде гибридтелген электрон бұлттары бізде екеу. Міне осындай екі энергиялар және пішіні бірдей электрон бұлттары түзіледі. Олар бізде максималды түрінде бір-бірінен алшақ орналасады. Яғни мысалы осындай белгілесек, жағы осылай, жағы осылай. Байланыс бұрышы бізде осы кезде 180 градусқа тең болып келеді екен. Енді бізде гибридтенуге қатыспаған әр көміртек атомында 2 p электроннан бар. 1, 2, 1, 2. Міне сары түспен белгілеп қояйық. Яғни бұл екі электрон бізде гибридтенуге қатыспаған екен. Енді бұл жерде ең біріншіден осы гибридтенуге қатысқан электрон бұлттары бізде қарапайым сигма байланыстар түседі. Бұл бізде сигма байланысы. Ал келесі қатыспаған электрондар мына жердегі бірінші көміртек пен екінші көміртек атомдағы осы 2 p электрон бір пи байланыс түседі, және қалған екеуі тағы да бізде бір пи байланыс түседі. Демек бізде sp гибридтелген көміртек атомында 2 пи байланыс және бір сигма байланыс болады екен. Және байланыс бұрышы бізде 180 градус болып табылады. Осымен біздің гибридтену сабағымыз тәмам. Назарларыңызға көп рахмет. Білім алудан шаршамаңыздар.